Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Біздің бүгінгі әрпіміз әрпі. Жеңіл айтылады. Бізде ха деген әріп бар, ха деген әріп бар, қоф деген әріп бар. Олар секілді ха деп айтпаймыз. Бұл жеңіл шығады тамақтан. Ха. Мысалға Фатиха сүресінде ихдинас. Енді әрпі сөздің басында қалай келеді? Әрпі бұл өзі сөз басында да, сөз соңында да, сөз басында да, сөз ортасында, сөз соңында да әртүрлі болып өзгереді. Бұны жақсылап есте сақтап алыңыздар. Сөз басында әрпі былай келеді екен, қыздар, міне. Сөз басында әрпі осылай келеді. Әрпі көрініп тұр, әрпі. Сөз ортасында әрпі ол былай келеді. В әрпі болады ғой, сол сияқты В әрпіне келіп тұр кішкене. Сөз соңында былай өзгереді. Міне. Әрпі сөз басында, ортасында әрпі, сөз соңында әрпі. Енді қараңыздар, мына жерде енді сөздерде келгенде сөздің басында әрпі өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылады. Міне, әрпі сөздің басында өзінен кейінгі әріпке қосылып тұр. Әрпі сөз ортасында міне тұр. Өзінің алдындағы және өзінен кейінгі әріптерге қосылып жазып тұр, қол ұстасып тұр. Міне, мына бөлігі. Одан кейін әрпі сөз соңында өзінің алдындағы әріпке міне қосылып жазылып тұр. Әрпі. Жерде кішкене таяқша шығып кеткен. Әрпі. Енді бізде алдыңғы әріптерде мим, нун, уәу әріптерінің видеосында жолда қалай жазылғаны көрсетілмепті. Міне мим әріпінде жолдың үстінде мына бөлігі жазылады. Мына сызықшасы жолдың астына түседі. Одан кейін нун әрпі. Нун әрпі біз өткен сабақты тағы да осы жерде айтып кетейін деп жатырмын. Өйткені мына жолдың үстінде қалай жазылатыны айтылмапты. Нун әрпі жолда мына бөлігі жолдың үстінде, мына бөлігі жолдың астына кетеді. Мынау жолдың үстіне шығады, бір нүктесі бар. Одан кейін уәу әрпі. Осы әрпінің алдында өттік. Уәу әрпі. Уәу әрпі мына дөңестеу бөлігі жолдың үстінде жазылады. Дөңестеу бөлігі. Мына бөлігі жолдың астына кетеді. Одан кейін әрпі. Міне бүгінгі біз өткен әрпі. Әрпі. Жолдың басында осылай жазылады деді. Міне әрпі ешқандай бөлігі оның жолдың астына түспейді. Жолдың үстінде, барлық бөлігі жолдың үстінде жазылады. Бізде 28 әріп араб алфавитінде, соның соңғы бір әріпі қалды. Келесі видеода айтатын боламын.